Koya бересіздер. Жоқ, ол не ол қатысты деген ба? Ол Ол бәрі регистрация. Тақырыбын көрейік. Аты жөнімен мына адамдар бәріне қол қойып мақұл берді ба, баняқтан шығып тұрмайсың. Тақырыбын ашып тұрамыз. Бүгінгі сөйлегеніміздің Қатысушылардың тізімі бар. солай ма? Бізде соны түсіріп алайық енді. Мына ел тонауға бәріне қол қойыпты деп тонап кетпесін біреу. Регистрацияны да tutatuyor. Тем более içki koyup помогут. Қасыңызға кім жатсыз? Ашық жиналыс. Қалай қалдысыз? Жағдай жақсы. Жақсы. Сен өздеріңіз. Аэропорт бойынша қоғамдық тыңдауға Қатыстық деген қол қоюға болады. Мына жерге қай ауылдан телефон номеріңіз? Қай ауылдан? Қай ауыл? Көксарай ауылы ғой. Сол Көксарай деп жазасыз. И сотовый номеріңіз обязательно көрсетесіз. Көп жазады. Дұрыс көрсетмей қалмайды. Зетну посадочный полоса. Зетну полоса. Ашық форматта жаңа өзім кеп қатысып жатырмын деген сөз да. Болса ашық формат десеңіз. Түсіріп ба? Неге түсірмеймін? Мына қол қойдың бәрі келісілді дейді ғой соң. Жаңа Нұрғали аға, тағы бір ручка берші, мына жаққа басқа кісілер жаза берсін. Мына жерде ручка бар ғой. Это второе, мына жақты жаздыра беріңіз. Астына қоятын не берсеңіз. Телефон бар. Қай жерден сіз Bizde Bodrum'da da mı?
Evet, tekin tepki var pek. Evet, artı yönlü kol, Koksaray, telefonu, kol bozu buldu. Durmadan bu kolasında bozu kol. Telefon çalsın. Zaten geçmişler şeyinizde tamam olsun. Aşk Jinals, Aşk Jinals. Kol. Siz teşvik edebilirsiniz. Çiçekleri sağlar. Köçekleri sağlar. Burada katılımcılar Türkiye'de zalda adres süre birisinde oturgan Солай жасаймыз ба? тізімді беріп қойсаңыз или екі парақта болады. Екі парақта болады. Жоқ, екі парақта болатын болса екі жерде беріп Tamam, vereceğiz. Вы третий лист тоже подготовьте, по-моему, жетпей қалады ғой қазір. Бере беріңіз, да. Allah bu. Потенциал тұрғындары жиынды бастай беріп, жаңағы қолды, жаңағы рет-ретмен қолдырып жаза бересіздер. Жиынды бастай беріп. Қайырлы күн, бүгінгі мынау жиынға қатысушылар. Біздегі қолданыстағы экологиялық заңнама талаптарына сәйкес мемлекеттік экологиялық сараптаманы жүзеге асыру процесінде қоғамдық тыңдау өткізу міндетті болып табылады. Яғни
осы жердегі мүдделі тұлғалар өздеріңіз бірінші халық, сол сіздерден түсінетін жобаның сараптаманың қорытындысына сәйкес сіздерден түсетін барлық ұсыныс талап пікірлер ескерілетін болады. Енді бүгінгі қоғамдық тыңдауда қарастырылатын тақырып Түркістан облысындағы Халфан әуежайы әуе айлағындағы жарық сигналдық жабдықтармен, такси жолдарымен және ұшақтардың тұрақ орындарымен жарақтандыра отырып Dreamliner ұшағын қабылдау үшін жол іздерін салу жұмыс жобасы, қоршаған орта әсер жобасы бойынша. Дәулет, бірінші жиналыста кім жүргізеді, төрағасына қатысыз әлі болайық. Енді тақырыпты айтып жатырмын. Енді осы бүгінгі қоғамдық тыңдаудың төрағасы жергілікті аудан атқарушы орган атынан төрағалық етуші Омарбек Дәулет Нұртазалы, аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлім басшысының орынбасары. Енді регламентке сәйкес хатшы сайлап алсақ, хатшыға қандай ұсыныстарыңыз бар? Хатшыға жергілікті тұрғыны Омар жолға жалпы иә сауатты адам болу керек, хатшы деген. Былай. Әшке дегеніміз ғой. Сол үшін екі кандидатура бар бізде. Әкім болған. Дауысқа саламыз ғой? Иә, екі. Жұмабай Омаров, сосын Әбдірахман деген екі азаматтың біреуі мен ұсынып тұрмын. Қалай қарайсыздар? Соны енді қайсысы болған дұрыс па? Дауысқа салып жібереміз ба? Мәуленқұл Әбдірахман, Омаров, Жұмабай. Я себебі хаттама толтырылу керек, оның ең соңында қорытындысы да бәрі нәтиже беретіндей болу үшін біздің хатшымызды дұрыс ашынан сайлауымыз. Мәуленқұл Әбдірахман ағаны сайлаймыз хатшылыққа деген азаматтар дауыс берсеңіздер. 90% болды. Басын дауыспен. Мәуленқұл Әбдірахман ағаны осы бүгінгі қоғамдық тыңдалымның хатшысы болып сайланды. Енді бүгінгі мәжіліс қоғамдық тыңдалымның регламентін өздеріңізбен келісіп бекітіп алсақ. Баяндамашыға 15 минут, баяндаманы талқылауға 15 минут, қатысушыларға ескертулер мен ұсыныстардың 10 минут, және қорытынды шығаруға 5 минут белгілесек. Өзгертуіңізге болады ма болса? Болады. 10 минутыңыз аздау ететін азаматтар шығып қалуы мүмкін. Соған шектеу болмаса, айтатыны бар адамдар болады, айтатыны жоқ адамдар болады деген сияқты. Түсінікті, онда мәжіліс барысындағы түскен ұсыныс пікірлерге орай еркін жіберейік. Ал жаңа алдындағы айтылған минуттарға баяндамашыға 15 минут, баяндаманы талқылау ерікті түрде, қорытынды шығарып соңында 5 минут. Осы ұсыныс регламентті бекітем қолдаймын деген азаматтар дауыс берсеңіздер. Қарсы? Онда бір ауыздан келісілді деп есептейміз. Енді бізге бекітілген регламентке сәйкес тыңдалу бойынша баяндамашы бізде ИП Өркен, жеке кәсіпкер Өркеннің өкілі, қоршаған ортаға қорғау бөлімінің әзірлеушісі Шаймуханов Нұрғали Қайкеновичке сөз берсек. Бұл жерде тағы ескеретін мәселе, осы мәжіліске қатысушылар, бізде бүгін қазір көріп отырсыздар, свет жоқ. Бұл кісілердің арнайы дайындаған презентациясы бар еді, көрсетіледі слайдтарда. Сондықтан оны көрсету мүмкін болмай тұр. Сондықтан тек ауызша баяндап өтеді. Моторда кетіп қалады қазір. Құрметті ауыл тұрғындары, жоба бойынша ашық жиналыстар түрінде қоғамдық тыңдау. Түркістан облысының Халфан әуе лайығындағы жарық сигналды жабдықтарымен, такси жолдарымен және ұшақтардың тұрақ орындарын жарықтандыра отырып, Boeing 787 Dreamliner ұшағын қабылдау
үшін жол іздері салу. Жобаның тапсырыс берушісі Қазақстан Орталық Азия корпорациясы. Бас жобалаушы Айран жекешелендірілген шаруашылық серіктестігі. Экология ықтимал әсері туралы есепті әзірлеуші Өркен жеке кәсіпкер. Кәсіпорын туралы жалпы ақпарат. Құрылыс учаскесі орналасқан Түркістан облысы Отырар ауданы Көксарай ауылы. Осы жоба Түркістан облысындағы Қалпан әуе айлағындағы жарық сигналды жабдықтар мен такси жолдарын және ұшақтардың тұрақ орындаларымен жарықтандыра отырып Boeing 787 Dreamliner ұшағын қабылдау үшін жол іздерін өндіру құрылыс кезеңінде әзірленді. Құрылыстың жалпы ұзақтығы 12 ай. Осы жоба жасанды ұшып-қону жол халықаралық стандарттың тапсырыстарына сәйкес Boeing 787 Dreamliner A320 үлгісіндегі жолаушылар автокөлік қабылдау үшін жасанды жобаны бар жаңа параллельді ұшу-қону жолына жасанды жол белгілі ерімендері салу көзделген. Кадастр нөмір 20-23-384-998 жер учаскесі ақ жер учаскесінің мекен-жайы Түркістан облысы Отырар ауданы Көксарай ауылы. Түрі жер учаскесінің құқығы. Уақытша өтеулі ұзақ мерзімге жер пайдалануға берілген. Жер учаскесінің ауданы 118 гектар. Жоспарлаған қызметтің шекаралық мен географиялық арналы су ауылының ең жақын елді мекені Қалпан әуе айлағынан Көксарай 55 шақырымда. Отырар ауданы Түркістан облысы. Өндіріс технология мен технологиялық жабдықтар қысқаша сипаттамасы. Бас жоспарды белгілеуге арналған тапсырма сәйкес әуе лайықты жасанды ұшу-қону жолағын, екі жолын және ұшақтардың тұрақ орындарын орналастыру көзделген. Рулежді жолы жобаланған. Жасанды жол белгілі предмет еременді ұшақтардың тұрақ орындарымен, ал рулеж жолы қолданыстағы жолдар мен аэродромдың элементтерімен байланыстырады. Сонымен қатар дизель генератор нөмір 1, нөмір 2 және жарық реттеушілердің контейнерінің арналған жарық сигналдық жүйе мен іргетастары қарастырылған. Негізінде ол жерде ұшақ контейнер болады. Екеуі дизель генератор, бір контейнер жарық сигналды жүйесіне арналған. PI шамдарының алдында асфальт-бетон алаңдары қарастырылған. Ықтимал авариялардың салдарын жою және ұшақтардың ұшуы мен қону кезінде авариялық құтқару жұмыстарынан жүргізу үшін өрт сөндіру автомобильдеріне арналған алаң көзделген. Өрт сөндіру автомобильдерін арналған алаңның жасанды жол белгілі еременді кедергісіз шығу қамтамасыз етілген. Өрт сөндіру көліктерінің ұшақтар келген кезде Божбан ауылынан келеді және алаңға уақытша орналастырылады. Жолдар мен алаңдарды жабу асфальт-бетонмен болып қабылданды. Құрылыс жол және қоршау даңғылардың астына өсімдік топырағын алып тастау, кейіннен қалпына келтіру және көп жылдық шөптерді себу көзделген. Жер үстінде сулар мен әуе
айлақ төсемдерінде өткелдер мен алаңдардың біру жер берлерінен төмен жерлерден жүргізіледі. Өйткені жер үсті суларының тазарту талабы етілмейді. Белгіленген қызмет жерден немесе су объектілеріне жер, су және жер асты ластану қауіпін тудырмайды. Жоспарлаған іс-шара қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсер етуі мүмкін аппарат мен инциденттердің пайда болуына әкелмейді. Калифорния әуе айлағында ұшақтарға жанармай құю қарастырылмаған. Ұшақтар кері ұшуға жеткілікті толық жанармаймен құйып келеді. Жобаланатын учаскелер ең жақын су объектісі дейін бұл Сырдария өзені 53 шақырымда алшақтысы. Құрылыс процесінде жобаланатын объекті ластаушы заттары шығарулардың 10 көзі қарастырылған. Оның біреуі ұйымдастырылған және 9-ы ұйымдастырылмаған. Жобаланған объекттің пайдалану кезеңінде атмосфералық ауа ластау көздері болмайды. Құрылыс кезінде шығарылатын зиянды заттардың жалпы саны арнайы техниканың есептелмегенде 4 грамм секунд құрастырады. Ал енді жылына тонна 6 тонна құрастырады. Жобаланған объекттің пайдалану кезеңінде атмосфералық ауаның ластауы көздері болмайды. Жобалағанда ауа ластауы көздері болмайды деген сөз ғой. Атмосфералық ауаны қорғау саласындағы заңнаманың талаптарын орындау үшін, оның ішінде кәсіпорын объектілердің пайдалану кезеңінде шекті жол берілетін шығарылымдарында нормативті сақтау үшін атмосфераның ластау көздерін бақылау жүйесінде көзделеді. Барлық тізілім қалдықтар мердігер ұйымдар полигонға әкететін болады. Құрылыс кезіндегі пайда болған қалдықтар көлемі 5 тоннадай құрайды. Назар бөліп тыңдағандарыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз болса. Енді менің баяндама бойынша беріңіздер. Кімде қандай сұрақтар бар? Баяндама бойынша. Жоқ, менде сұрақ бар. Бұл аэродром ба, аэропорт? Бұл мынау мен сіздерге айтайын, мынау араб еліндегі мен сізге айтайын, араб еліндегі жоғарғы лауазымдағы өкілдері келіп кетуіне бұл екі рулежді жасанды жол салынып жатыр. Оның ұзындығы 3700 метрге көлемінде. Аэродром. Енді осы аэродром. Онда ғимараттар салынбайды. Жоба бойынша ғимараттар жоқ. Тек қана әуеден ұшақты қабылдап қайта керу. Енді Сырдарияда 53 километр, сонда былай қарай құның ішінде болады ма? Құның ішінде болады ма? Я сол жақта. Анау неге Маякумға 44 шақырымда тұр. А неге Көксарайға 55 шақырымда тұр. Бұрынғы аэропорттың жері деп мен солай деп естідім. 100 метр жер қойды. Соған арақтар келіп кету үшін салып келіп кету үшін. Олар 2 апта ғана жұмыс істейді. Октябрь айында ғана, октябрь қазан айында 2 апта жұмыс істейді бұл аэропорт. Басқа уақытта жұмыс істемейді.
Өздерінің ақшасы. өздерінің ақшаларына, өздерінің инвестициясын, өздерінің пайдалану үшін сол жер бөлінген. Біздің елден жұмысшы ала ма осы жерден соған істеуге? Алмайды. Оны енді ол маған емес барысында анықталады. Осы жерде жаңа соғатын кәсіпорынның экологы бардынан тыңдады да соған қайт деген адам ғой. Бұл ешнәрсе шешпейді. Сұрақтың өзі жалпыға береміз, қазір хаттамаға толтырылады. Біз талап етіп айтты кетті. Бұрын аэропорты бар еді олар мысалға. Бар ғой салынып Салынып еді ғой бұрын. Сол болмайма қоны ғой, қоны. Енді бой қонып қояды. Бізге бір мен пайда Тапсырдың ба? Өзге жұмыс жасамайды ғой, өзге бөлшіп кетеді. Бізге пайдасы шаппады. бізге трасса бәрі бұзады. Ол сауалдар бұл тарапқа емес. Жаңағы сіз 118 гектар жерді ауылының территориясын алды ма сонда? Иә, сондай әкімшілік. Рұқсатты қайдан алды? Қайсына? Сол 118 гектар жерді алуға рұқсат. Енді ол әкімшілікте шешілген, онда құзырлы мекемелер бар, солар арқылы шешілген актылары бар. Ол уақытша берген пайдалануға. Ақылы төлем ақылы арқылы. 49 жылға ма? Енді ол 49 жылға бар ғой. Заң. Бұл негізі экологиялық заңға қайшы емес. Шығарылымдар, қалдықтар ауаға ластану, не болмаса тұрмыстық қандай құрылыс жағынан қалдықтар болатын болса, олар барлығы уақытында жойылады деген сөз ғой. Ол экологияға әсер етпейді. Басқа сұрақтарыңыз болмаса онда әрқайсысын 20 минут, 30 минуттан сөйлеуінше сұрап алып қой. Мына кісілер айтатын айтып болсын, әркім өз мәселесін, елдің мәселесін сосын айтамыз. Солай ма? Иә, айтылды. Бұл кісі өзінің баяндамасын айтып шықты. Презентация қажеті бар ма жоқ па? Жоқ, енді қажеті жоқ. Баяндаманың барысын өздеріңіз тыңдадыңыздар. Енді осы баяндап өткен тақырып бойынша соны ауытқымай, сіздер өздеріңіз әрқайсыңыз жеке ұсыныс пікірлеріңізді айтып өтсеңіз. Ауытқымау деген болмайды, біз жалпылама айтып. Жалпылама түрде ме? Ауытқымай деп бір қораға апарып, мына қорадан шыққан ол сіздердің тақырыптарыңыздың арғы негізін бәрін біліп отырмыз ғой. Неге келгенін ол. Бұл жерде қазір сауатты емес. Тақырыптарыңыз дұрыс қой, бірақ арақтан әрбір бұяқта Не еді бұлай, тұрып шығып, жеке өздеріңізді таныстырып. Себебі ана хаттамаға толтырылады. Біздің әрқайсымыз ойларыңыз болды, жеке тұрып. Сол кезде күшті болады. Қазір бір-ақ адам сұрақ берген болса, тұрып айтыңдар. осы біздің елдің жерінде жерін болып тұр ғой. Біздің елге қандай пайдасы бар? Мысалы, оның аэропорт салды. Осы біздің әкімдіктің жерін алып жатыр. Осы елге шамалы болса да пайдасы бар ма? Мысалы, бір нәрсе істеп беруге, оларға ақша шашылып жатыр ғой мысалы. Осы елдің жерін алғаннан кейін, осы елге шамалы болса да көмек бар ма соларға? Ана хаттамаға осы сұрақтың бәрі толтырылсын. Бұл жерде әкімшілік жер ғой, біздің мал жайылатын жерді алып жатыр олар. Ол сіздер бір бәле кеткізіп отырсыздар. Оған барып келетін жолы бар олардың. Ол да біз өтіп жүрміз әрдайым. Ол пәленбай асфальт салған олар. Ол пәлен жерді қоршап тастаған. Қазір ана лагеріне вообще тышқан кіре алмай жүріп қойды олар. Ол не істеп жатқанын ешкім білмейді олар. Зона сияқты, кірме. Қазір 15-20 жылға жуықтады ғой. Оның бәріміз өзіміз куә болып отырмыз. Бәріміз осы ауылда тұрған тұрғындарымыз. Әрбір азаматтығын түсіріңіздер. Соны біздің әкімшілікке мысалы оларға дым емес қой. Хотя бір шамалы жәрдем беріп, жаңағы балабақша түседі деп жатыр. Сондайға бір жәрдемдер бар ма олар? Ол дүние шашылып жатқан адамдар ғой деймін да. Осы елге пайдасы тиюі керек қой. Біздің жиналып отырғанымыз сол ғой. Біз самолет Дұрыс. Енді сіздердің осындай ұсыныс талаптарыңызды мен жеткіземін деп уәде берейін. Біздің елге оларға дым емес қой деймін да. Жәрдем беру керек қой осы елге. Протоколға жазылу керек қой мен. Сен сұрағанға мен жауап берейін.
елдің азамат есебінде ата бабамыздың найзаның ұшымен, білектің күшімен қорғаған жерін кім болса сол келіп, біз осы күні қайырға көмілеміз, қай жерде жатамыз. Айналай қаяқта өлеміз, бұл жер қалмады ғой деп жатырмыз. Өзіміз ауылда суармалы жайылым жерге таласып қырылып жатырмыз. Енді сырттан келіп. Бұл енді біріншіден араб әмірліктерінің өкілдері тек мынау Қазақстанның президентімен меморандумға премьер-министрдің жаңағы үкіметпен меморандуммен келісімшартпен келді ғой енді. Дегенде жаңағы Әбжәлидің сұрағына мына енді дұрыс айтады. Біріншіден мына қоғамдық тыңдау өткізгеннен кейін мына экологиялық бізге қандай кері әсері бар? Оның әсері бар ма жоқ па соның қорытындысымен келу керек. Жаңағы мына барлық регламент сақталып жатыр. Дұрыс. Видео, аудио, жазба міндетті түрде болу керек. Бұл тоқтап қалған жағдайда жиналыс тоқтау керек. Регистрация болу керек. Ал енді тұрғындар өзінің пікірін айту керек, жергілікті тұрғындар. Бұл арабтар келгелі бері біздің білетініміз, біздің мынау Заречный кәсіпорны бар, Қазатомпромның кен орнының несі. Одан кейінгісі осы араб әмірліктерінің осы пәленбай гектар жері бар. Ол жерді қазір рәсімдеген білмеймін, қай жылы ол рәсімделмеген әркімнің жері, жайылымдық жері. Маяқұм ауылының тұрғындарының, Көксарай ауылының тұрғындарының жайылымдық жерлерін басып алып отырған ол кісілер. Ал енді олардың демеушілік жасау несі, бұл облысқа бір перинаталды орталық жаңағы роддом сап берді. Жаңағы кіреберістегі Бекжан базардың қасындағы мешіт салды. Шәудірден 2 емдеу амбулаториясын салды. Мына біреуі Арса қозында тұр, біреуі неде, Шоймантта, біреуі неде тұр. Ал одан жергілікті зардабын, зиянын көріп отқан біздің Көксарайға ешқандай демеушілік жасаған жоқ. Біз осының жаңағы қаржы министрі есебіндегі Мұхаммед дегенмен қай жылы әкім болып жүргенде аэропорттан сексуалдың арасында тығылып тұрып, божбынан шығады деген кезде Мұратхан бар еді сол жерде. Мұраттан шықты деді, мен аңдып тұрып ұстап жолыққан. Сөйтіп мен мына мешітті, бізде осындай иманды ауылымыз, намаз оқитындар саны осындай, мына мешітіміз ескірді, мешітті жөндеп бер деген кезде мақұл деді. Бәрімай адам қараптап тұрды, переводчиге бар. Одан кейін бізге спорт комплекс салып берді, жер алып қойыңыз деді, жер алдым ау, кімдің үйінің қасында. Мына кім еді ол? Ыбырайхан үйінің қасында. Жер тұр дайын. Сөйтіп олар өздерінің компанияларын жіберді, келіп проект жасады. Мешіт қандай ремонт керек? Ішіне керек, сыртына свет қою керек, навес болу керек, бәрі айтылып, проект жасалды да кетті. Оның алдында мына больницаны өзіміздің орталық аурухананы капитальный ремонттаймыз, ішіне барлық аппаратурасын қоямыз деп, осы арада тағы да компанияның өкілдерін жіберді, келді. Оның арада Қосаятада ол істеп тұрған кезі тамақ әперіп шығарып салдық. Бәрі нені. Егордада біз шығындандық. Олар арабтарды, иманды намаз оқиды 5 уақыт. Осы айтыр Мұхаммед пайғамбарға теңеп жүрміз ғой біз. Алдамайды деп міне осындай болды. Біз дымсыз қалдық. Ал енді қоршаған ортадан бар ғой экологиядан. Өкімдер бар шығар ол. Солар қорытындылар бар шығар. Қорытындылар бар ма? Неге ол зиян жоқ? Қалай? Жаңа шөпті, жаңа нені кейін пәленбай жылдан кейін екіп кетеміз дейсіздер. Еккеннен бұрын өрден аң жүгірмей қалады, құс ұшпай қалады. Біз бір адам сексауылдың бір тұтағын алса, штраф. Ал енді арабтар лесхоздың өзі сексауылды қырып апарып беріп жатыр. Бізге мынау Заречный кәсіпорыннан бір өтініш айтамыз. Біз енді тек егіспенен, малмен күн көріп отқан халықпыз мына жерде. Момын халық, бәрі момын, қарапайым қара халық, қазақ бәрі, 100% қазақты жек болады. Бір халық сексауыл аламаймыз, өйткені ол қызыл кітапқа енген, ол кісілерге ұқсат. Ал енді бізге зиянын көріп отқан Заречныйден бірдеңе сұрасақ, олар жәрдемді береді, қолынан келгенше. Олар мына көпіріміз салып беріп жатыр, тұрмыстың әлеуметтік жағынан аз қамтамасыз етіп, отбасыларына көмірін түсіріп береді, подаркасын 8 мартта әкеп беріп жатыр, балаларға жәрдем беріп жатыр. Ол жәрдем беріп жатыр. Скорый помощьымызды әкеп берді, ойын алаңшасын сап берді. Арабтар енді бізге бір демеушілік жасаған емес осы тұрғындарға. Бір демеушілігі құрбан айт кезінде ма, оразаның алдында құрма тарқататын еді, онда тоқтады қазір. Енді баяғыда Назарбаевтың кезінде
Бұл кәсіпкер емес қой бұлар. Жаңағы кәсіпкердің әлеуметтік жаңағы міндеттері деген болады екен. Иә, келген адам кәсіппен айналса ма, бірдеңемен айналса ма, жүрген жеріне халыққа, жерге, елге бір көмегін беріп кету керек, демеушілігін жасау керек еді. Ол иманды кісілер, арабтар, өзіміздің ағайын деп жүрміз. Соларға қарап, солардың құранын оқып, солардың несінде бәріміз 100% сол арабтарға сеніп кеткенбіз. Ал бізді алдап кетіп отыр. Тағы да енді мынау қарапайым халық тағы да аузан қиып қала ма? Неге зиян жоқ мысалға? Енді тем более Боинг келейін деп жатыр екен. 787, иә? Грузовой ма, пассажирский ма? Пассажирский. Қалай оның зияны болмайды ол? Қоршаған ортаға. Оны өрде ертең мына ауылдың тұрғындары малмен күн көріп отқан малы барады. Малды қамап тастайды, әйтпесе ат тастайды, әйтпесе басып өлтіреді. Оған жауап бермейді. Оның бізге пайдасы жоқ негізінде. Қазір пайдасы болмаған жерге халық білмеймін, өздері шешеді. Қалай рұқсат беретін, бермейтін. Өздері ойларыңызды айтыңыздар. Дұрыс өте орынды. Соң жауапла сөйлеп бізге кезек берді ма? Жоқ. Бағана соңында сөйлейміз ба дегеннен кейін әлі жиналыстың өз регламенті бітті ма бітпеді ма деп отырмын. Мен бір қағазға жазып дайындалып келетін бар, ұмытшақпыз ғой. Әйтпе мына экология жасауға мида таңдаушылығында. Қайсының бірінші білмейді. Мына біраз Әбдірахман айтты негізі да. Рахмет. Мынау елдің ішінде бәрі бірдей түк деп айта алмаймыз ғой. Бәрі біледі, бірақ айта алатыны бар, айта алмайтыны бар. Сосын мен бүгін кеше хабарлама келгесін талай жерге қоңырау шалдым. Облыстық депутатқа Отырар ауданынан сайланған. Мынау Отырар орман шаруашылығы, анаяқтағы экологтар, министрліктегі екеуінен білейік келатқан мәселені бізден жақсы біледі ғой деп хабарластық. Жан-жақты. Өйстек бұл жәйдегі аэропорт, білмеймін, атында ұмытып қалдық қой мен. Аэропорт деген. Халфат па? Халфат. Оның қазақшасы не екенін білмеймін, пайдалы ма, пайдасыз ба. Бірақ ол соғылып бітіп қойған сияқты. Біз оны білмейміз. Біз бірақ аға болашақ деген неде бір анау Балтөгөл жұртта айқай болған. Сол кезде басталған екен ғой, жол ана Балтөгөлді айналып өтті, халық шулап. Олар да біз сияқты халық. Одан кейін ана Көлқұдықтың жанында осындай тас майдалайтын бір нәрсе болып жатыр енді білмеймін. Содан 30 километр жол екен бұл. Соған мен Отырар ауданының орман шаруашылығынан сұрадым. Басшысы бір жақта жүр екен қағандарынан. 3 миллион ақша берген дейді. 3 миллион деген қазір екінің бірінің қалтасында жүретін ақша. 30 километр жердің топырағын талқандап, шөбін миллион теңге тұратын қызғалдақтар кеткен оның ішінде. Жәндегі әуені айтпақшы, Қарақұйрықтың жол жабылған келесі кесіртке талай сөзді басылады енді сол жолда. Бұл экологиялық. Ана кісі әне жердің ғана экологиясын айтты әлде кісі, ұмытып қалдым атын мысалға да. Ал оның бер жағындағы табиғатқа келген зиянды 3 миллионнан сонда есептей ме? Қазір кеше бір екі қолы топырақ алып едік, бүткіл ауданның түгел полициясы келді. Ал бұл жерге неге бармайды? Мен жазбандадым полицияға. Кел қатыс дедім неге? Табиғат қорғау. Келуге жарамайды. Ауданның экологы қайда? Ауданның әкімшілігіне неге келмейді? Неге Отырар орман келмейді? Неге облыстағы ілесіп жүрмейді? Мына кәсіпкер дұрыс, ол бала шағасын асырау керек. Сол фирманың кәсіпкерісі, солай ғой, эколог. Сіз сұрадым, бүткіл Қазақстанның экологынан. Біреу білмеді сіздің атыңыз. Ал небір экологтарды жаны ашып, қазақтың тасбақасы, гүліне, мынау жусанына, миясына күресіп жүрген экологтар бар. Олар келсе сізді сөйлетпесек, мен қайта эколог емеспін. Сіз әнелде кішкентай жерді айттыңыз да қойдыңыз, жарайды. Дұрыс шығар, сізге талап солай болуы мүмкін. Бірақ халық біліп отыру керек. Не мәселе екен? Біз айтты, ешқандай пайдасы жоқ шынында да. Ол тақырыпты айтып қойды жалпы. Мысалға не мақсатта соғылды? Неге Боинг келеді? Не үшін? Біз білмейміз ғой халық не үшін? Бәрі сұрап, не үшін келіп жүр олар? Мүмкін ителгі аулап, мысалға менің түсінігім бойынша кәрісін тастап жаңасын әкетеді. 100 мың доллар тұрады. Яна интернетке кіріп көріңіз, бір ителгі. Ол ителгіні Арабияда мен енді ол лақап әңгіме болуы мүмкін. О, теңіздің астынан жемшік алып шығатын құсты ителгімен ұстап пайдаланады деген ол былайша әңгіме бар мысалға да. Білмейміз ғой. Неге құмартып қалды? Арабияда жер өсірсе болмай ма? Жер жетпей жатыр ма? Ол жақта да осындай шөлді аймақ. Бір мақсаты білмейміз ғой. Мүмкін уран ба, халықтың ішінде әңгіме бұл. Мүмкін алтын іздеп жүр ма? Неге ол Боингпен келеді, өз төрт ақтыңға келеді деп қоясыздар ол. Оның басқа да жүр ғой әртүрлі адамдары. Мақсатын білмей жатырмыз.
мақсаты неге түсіндірілмейді? Неге сондай қыруар қаржы бөліп, халық оны білмейміз, отырмыз, түк пайдасы жоқ. Мына жолымыз жарамсыз қалады. Егер ана аэропортқа қанша көлік, құм тасталатынын айтпай отырсыздар. Ал мына жолды өзіміз әрең ілдеп ойлап отқан жолдан ертең айырылып тағы отырамыз ба, қалай болады? Оның неге ол келіп айтпайды, сол құрылыс жүргізетін мынаны жасап береміз, одан кейін мынаны жасаймыз деген. Сізден қазір бізге экологын айттыңыз, түк пайдамыз жоқ бізге, шыны керек. Бізге не жасап бере алатын адам келу керек еді. Ал өзімізге шапқызып қойған ана кісі аудандағы ЖКХ-да істейді. Ол кісі бұйырғы түк әсері жоқ. Регламентке сәйкес осы сіздердің сіз жол салып беремін деп уәде бере алмайсыз. ұстанымыңызды тыңдап осы хаттамаға түсіреміз. Сол ғана. Сіздің әрбір сөзіңіз осы хаттамаға Дұрыс, мен бәрін айтып жатырмын. жоба барысында ескерілетін болады. Ол кісі айтып бара алады деп мен есептемеймін. Мына кісінің кім екенін білмеймін. Бұл кісі мүмкін айтып бара алатын бір азамат келу керек негізі. Біз осы жерде айтқан әңгіме осы жерде қала бермеу керек. Біз осыны енді талап етеміз. Себебі қаншама заңгерге шықтық. Біз осыны қоюымыз керек, мақұл деп. Бұрында да соғылғанда білмейміз. Кім қай әкім кезінде қалай болып, қалай соғылып кетті. Енді көзіміз ашылып, кішкене өзіміз еге болатын уақыт жетті негізі. Мен жаңа WhatsApp-та да айттым, келіңдер жігіттер, мынаны талқылайық. Ертең хаттаманың соңында бүйтеміз де жіберейік. Заңгер, адвокатымыз бар елдің ішінде. Солар арқылы жіберіп талап етейік. Біз қазір рұқсат бермей-ақ салып қойдыңыздар. Солай ғой, а? Құрылыс бастап біткен болу керек. Не үшін келетін ешқайсы айтпайды. Жолын салған шығар. Мүмкін сол жерге әскер екеп жинайтын шығар. Қайдан Балтагүлге барып Жеке айтсыңдаршы, конечно. жоқ, жалпы айтамын да, мақсаты не? Кім біледі? Мен білмеймін. Гүл теріп жүр ма, құс аулап жүр деп қояды. Ол кім оған рұқсат берді мысалға? Бұл енді жаңағы елдің, жердің, байлықтың егесі халық негізі. Конституцияда да, ата заңымызда. Бірақ жоқ, ана жақта біреулер арқылы бітіп жатыр. Ол бәріміз білеміз ғой. мемлекет олай болмау басшылығының керек. деңгейінде шешілген мәселе ғой. Деңгейде халыққа қарамаймын, онда неге келеді? Керек жоқ болса, меңілер деңгейде шешетін болса, сояқта шеше берсін деді. Сол күйі қала берейік, сол бұрынғы күйімізше. Бүйірге оны көзбояушылық жасаудың қажет жоқ. Сол үшін менің пікірім, халық қоштай ма, қоштамай ма өзі біледі. Дұрыс, Қайреке, сіздің айтқан жаңағы пікірлеріңіздің барлығы ескеріліп, штаб жөнінде айтты, бұл жерде бірде-бір адамды аэропорт болғасын біз қабылдамайды. өзіміз қол қойып, мына өздеріңіз сайлаған хатшы бекітеді. Мысалға сол келетін компания хотя бы соны соғатын. Ауылда мен ол құрылысқа қатысқан адам естіген жоқ. Бар ма құрылысқа қатысқан адам? Пайдасы болған жоқ, значит. Ешкім айлық тапқан жоқ ол. Аэропорт соғуынан. Дұрыс па? Ертең оны тағы да оған маман емес, тағы пайда таппаймыз. Біреудің рахаты үшін, бір шейхтің құс аулауы үшін осынша жерімізді беріп отырамыз ба? Түсінбедім мен. Өзіміз аулай алмаймыз. Мен боғам аңшымын. Барып едік, анандай спутниковый связьмен қоршап алды. Мына Божман құдыққа қамап тастады біз. Ата бабамыз жүрген жерде жүре алмаймыз. Аулай алмаймыз. Өрге құжат бермейді. Мысалға да рұқсат етілетін аңымызды аулай алмай қалдық шыны керек. Көтеп қаламыз, ана жаққа өткізбейді. Оның қожайыны шейх. Бұл Қазақстан ба, жоқ Арабстан ба мәселе. Арендаға берген келісімшарт болу керек. Арасында біз кіре алатын болуымыз керек, алатын да алатын болуымыз керек. Ол жан қаралмаған. Солай емес пе? Қазір анау біздің қол қойғанды қатысып дегенде бәрі мақұл деді деп апарып өткізу салу әбден қажет емес. Мен сенбеймін ана қағазға мысалы. Бізде бар ғой. Өздеріңіз сеніп тапсырған хатшының қолынан өтеді ғой. Қазір ол талай хатшыны көрдік қой, талай өтірік Қазақстанда қалай болғанын білеміз сол. Сондай енді мысалға ана экологтар айтады, қаншама қызыл кітапқа енген мысалға келес, анау бар, олар экологтар, мамандар. Мысалға ол өзінің маршрутында анандай болғаннан кейін өте алмай қалады, бағыт өзгереді, басқа да. Көп ол экологтармен әлі ақылдасып сөйлесеміз әлі. Бүгін олар асықыс болды да көбісі түсініктеме жазамай қалды WhatsApp-та. Тасбақамыз бар. Бәрі бар ғой, кеше анау бәрі оның бәрі байлық негізінде. Әзірге осы енді ана ұзақ болып кетсе моторын қызып кетеді шамалы. Мынандай да болу керек та. Сұрақтарыңызды айтыңыз. Құрметті жиынға қатысушылар, жаңа Қайрекең айтып отыр ғой, жаңа бұның аэродромның құрылысын жүргізу барысында жаңағы қоршаған ортаға жануарлар әлеміне, өсімдіктер әлеміне зияны болады, әрине. Оның бірақ осы жобаға рұқсат беру барысында оның өтеу шығындары да деген болу керек. Бұл жерде біздің тақырыпта бұл сараптама беруші ұйым ол жағын
мен айналыспайды да, құзыретіне кірмейді. Тоба. Сондықтан оның жерді рұқсатын алған кезде, тиісті құзырлы органдар берген кезде өтеу шығындарын белгіленген болуы. Мен жаңа сол өтелген болуы сөзімізді бөлейін. 30 километрге 3 миллион шығын төледі дегеннен кейін ақ мен оның жобасын білдім. Ол ресми қолыңызда нақты дәлел жоқ қой. Енді қазір жібереді квитанция, мен жіберіңдер деген жаңа. Ал бухгалтериядан алып, мысалы, сол дұрыс па? 30 километр жолды пәленбай қыртысымен талқандайды да 3 миллион, 30 миллион емес. Ол кімнің несіне жамау болатын ақша ол? Значит, біреу абаты ар жағынан енді айтпай ақ қояйық. Неге олай? Неге халық білмейді? Неге халыққа пайдасы тимейді деп жатырмын оны? Жоқ, Дәулет. Өткенде бір осыдан 2 жыл бұрын Фейсбуктан оқыдым да, ол кезде премьер-министр Әлихан Смайылов. Әлихан Смайыловтың қаулысы шықты. Осы араб мемлекетінің әмірлік өкілдері қай жылдан бері келеді. Енді осы жылды ұмытып қалдым енді өкінішке орай. Қай күні осы прокурор келгенде прокурордан да сұрадым. Прокурор білмеймін деді. Енді араб әмірліктерінің өкілдерін шейхтарды бұл жаққа Қазақстанға кетіруге тыйым салған қаулы шыққан. Ол қаулының қайтып күші жойылып кетті ма? 21-ден бастап кетті, 21-ден бастап тұғын. 24 жыл болды. Сол қаулы күші жойылды ма? Білесің ба сен? Соны іздеп табуға бола ма? Жоқ, қайда меморандумға тұрды ма? Меморандум бар ма негізінде? Меморандумды алып келу керек, бізге көрсетілу керек қой. Иә. Қандай кім арқылы келісімшарт болды? Енді қазір тыңдайтын үкімет дейміз ғой, сіздер енді жаңа айқайларыңызды айтып отырсыздар да, сіздер өстіп арабтардың өкілдерімен мына кісілер байланысала ма? Айналайын қазақтың балдарысыңдар ғой. Ақшаға бола арабтардың айтқан істеп жүгіріп кетпей бізге қарсы шықпаңдар айналайын. Біз осы жерді бәріміз бірігіп қорғауымыз керек мынау. Ата-бабамызды қадір кеткен жерді. Ол қайырда болса да қазір жер дауы ата-бабам бекер айтпаған. Жер дауы мен жесір дауы өмірі адам бар жерде жүреді. Бірақ енді біз бір-бірімізбен дауласып отқан жоқпыз айналайын. Шетелдіктер мынамыздан аю дейді нені орыстарды. Ананы айдақар десе қытайларды. Мынақтан арабтар келіп жатса енді біз қай хабар бөлеміз айналайын-ау. Баяғы ата-бабамыз күйіп кетіп айтқан екен. Мына хабарсында көріктің қоры қай хабар бөлеміз деп. Қай хабар бөлеміз сонда біз? Айтуларыңыз дұрыс, орынды. Енді мен бұған жауап беретін болсам, мен сіздерге байланысасың ба? Мен сіздерге айтайын, арабтармен мен байланыса алмаймын. Өйткені мен жеке кәсіпкермін. Мен тек қана осы экологияға қатысты жоба есептеп, соның шығарымдары ауа ластандыру жағын қадағалаймын. Оған біздің экология бойынша бір ПТК, ауаға әсер ететін загрязняющие вещества дейді, сол бір ПТК-дан аспау керек. Бізге сол расчет ол бір ПТК-дан аспайды. Сондықтан біздің істеген жұмысымыз, сіздердің жаңағы барлық көтеріп отқан сұрақтарыңыз біздің жаңағы менің баяндамама қатысты емес. Ол астын сызып айтайын, негізі бұл сұрақтар барлығы жер актісін берерде осындай әкімшілік областной ма, районный ма, осындай тыңдау өткізу керек еді сіздермен. Сонда осындай сұрақтар туындаушы еді. Ол уақыт өтіп кеткен екен, енді қазіргі уақытта экологиялық сараптама жүргізіліп жатыр. Сондықтан экология сараптама жүргізетін ол да әкімшілікте құзырлы мекеме бар. Мен сол қазіргі жасалған жобаны осы видео материалдармен бәрімен экопорталға тапсырамын сол кісілерге. Ол кісілер қарайды. Сол кісілер шешімін береді. Сондықтан менің қатысым араб елдеріндегі өкілдерге жоқ. Сіздердің мәселелеріңізді мен шеше алмаймын. Менің баяндамамды қолдасаңыздар, онда қазір дауыс бересіздер. Қолдамасаңыздар, тағы да дауыс бересіздер. Қолдамаймыз деп. Өйткені қазіргі уақытта мынау жер мәселесі болып тұр ғой, сіздерден ауданға кіріп тұр. Сондықтан сіздер осындай сұрақ көтеріп жатсыздар. Оны әлі де шеше беруге болады.
мүмкін тағы бір жиналыс өткізесіңдер ме? Қоғамдық деген 5 күн болмай ма жиналыс? 5 күнге дейін рұқсатын неміз бар. Жоқ, ол шешетін адамдар Біздің мынау халықтың мысалға барлығын жинап өстіп кездесеміз деп осындай сараптама жұмысы айтып жатырмыз деп жатыр. Сіздердің сонда мақсаттарыңыз не өзі? жаңа Не қолдарыңызда келеді? Арабты немесе арабтың несін еш болмайсыздар ма? Біз айтып жатқан мына халықтың әңгімесі. Жаңа мына Абдрахман айтып кетті, бұл әкім болған осы жерде. Қазір зейнеткер. Мен ауылдың ардагерімін. Bir әңгімесінің сұрағы жоқ, алдаумен келеді. Ал енді қолдарыңызда келмейтін болса, не үшін мысалға келдіңіздер? Арабты естіп білмейсіздер ме? Біз мәселені соған шешпейміз. айтып отқан мен өзім Сіздерге жолды біз рұқсат бермейміз. Неге? Біз беретін болса, ол айырдырам бар. Айырдырам бана осыдан 400-500 бұрын ортағыннан әкетеміз. Бұяқпенен ешқандай көлік жүрмейді. Тасымайды, тассыз деген. Қаяқтан Балтакөл жүргізбей қойды. Кейіннен бір уақытта шалдысып біздің кәдімгі мына асфальтымызды қиратып осы жермен өтіп апарған ау неге аэродромға. Ал енді осындай қандай экология сонда бұзылмағаны ма? Сонда біздің burada халық 5,5 мың халық бар. Сол халық сонда ақымақ болып отырған burada. Көз соқыр ма, жоқ мақау ма? Қалай көресіздер сонда? Мына халықтың атынан мен сөйлеп жатырмын мысалы. Уәде береді. Шейхі жаңа келгенде, келекті бір екі апта демалатта құйрығын қағып жайына кетеді. Мына әуенің айтып отқан жаңа, мына больницаны істеп береміз деді. Онан анардан спорт кешенін салып береміз деді. Барлығы қалды. Сол қаттаманы қолдарына ұстап кеткен солар. Шейхі басын шайқап мақұлдап кеткен уақытысында. Оның барлығы қалды. Енді сіздер оған айырым соғуға осындай біз экология мына жерді жаңағы рұқсат берсеңіздер дейсіз. Не үшін береміз біз рұқсатты? Вот біздің анау Заречный деген не бар, фирма. Уран шығарып жатқан. Бұлар беріп жатыр. Ол не керек? Халыққа. Ал енді біздің мынау арабтар ешқандай не жоқ. Сондықтан мен бұған ешқандай емес. тағы сөйлеймін деушілер бар ма? Мен бір нәрсені ұмытып кеттім. Бұлай ол маңызды. Бұл жерде біз ана кісі, менің ойым ана кісіге айтып жатырмын деп отырған жоқпын. Мен халыққа айтып жатырмын деп жатырмын. Осы кісілер түсінсін, олар жағында. Ол кісі өз мойындары еш нәрсе шешпейді. Сөйлге ғана экологияны айтып жатыр. Оның жолда жүретін КамАЗының иісі, ана бұна ол кісі қарай алмайды. Оны шеше алмайды да, мен тосын айта аламын. Бұл жерде маңызды мынандай бір мәселе бар. Арабиядан ұшады, неге қонақ, ортада шекара жоқ. Сіз барып бір жерден өтетін болсаңыз, қалтаңызды тексеріп, сумкаңызды тексереді. Олар не әкеп жатыр? Бұл жерде не әкетіп жатыр? Ортада шекара да жоқ. Оны барып қадамалауға тұғыл, полицейдің бар, соның жаңағы сауын тұтап, жолын жауып, ортада жүрген қадақта бұлай тұр деп жатыр. Болды, олардың қыстағысы бәрі сол неден жамандамай қой, бұл халықтың өз көзімен көріп отқан оқиға. Олар тексермек түгіл, Мәжілесі тоқтатпайды. Мәжілесі тоқтатпайды, 180-200 мен жүрседі. Оларға зеленый свет дейді осы жақта. Оған да мақсат деп жүргенбіз. Енді келіп халық бір аэрофорт. Ал енді әнерге тұрақтар соғып жатыр. Сонда ол қанша самолетке арналған тұрақ? Знаете, 50 самолет. Ол көшіп келейін деп жатыр. Басқан мақсаты не? Сонша транспортпен келіп, значит, бір нәрсе әкететін шығар біздің елдің астына. А кім біледі? Білесіз бе кім? Білмейсіз. Мен алғандығымды да сұрағам. Соны біліп алыңыз халық жинардың алдында. Мақсатын. Мақсатын білмейміз. Эколог жібереді, бірі араб жоқ. Бізді адам құру көріп отқан жоқ, сосын сыйға сый сыраға бал дейді. Біз сыйламаса біз неше жаластыр? Не үшін жиналыс жасамасыздар? Неше жаластыр? Мәселе осы да. Жоқ, енді біздің бір ұсыныс. Жоқ, мақсатыңызды біліп отырып қой, мақсатыңыз рұқсат алып ауыл тұрғындарынан. Бірақ сіздер не шешіп бере аласыздар ауыл тұрғындарына? Сіздің ұсыныс пікірлеріңізді ескеріп, мына хаттаманы тиісті шешім қабылдаймыз. Мен бұл тараптыдар жақтап жатқан жоқпын. Сіздер не дауысыз бересіз, не шешім қабылдайсыздар? Шешетін адам кезінде берген шешетін. Араб па араб деп отырсын. Әкім ба әкім деп отырсын.
Тақырып басатын адам болмай тұр ғой, тақырып басатын. Қаттамаға түсіріп қаттамаға түсіріп, қаттамаға қағазын істеген. енді бір ұсыныс болып тұр, мынағыдай енді басым көпшілік бұл кісінің баяндамасына емес, басқа мәселе қозғалып жатыр ғой бізде. Баяндамасы да дұрыс қой. Енді жаңағы осы құрылыс жұмыстарында бір мердігер бар. Сол кісінің бір өкілі келіп отыр. Осы кісі де айтсын, қандай құрылыс жұмыстары жүріп. Айтсын. Иә, бұл кісіге де сұрақтарыңыз болуы мүмкін. Себебі құрылыс жұмысын жүргізетін мердігер. Бұл кісінің кім екенін таныстырып айтқан жоқсыз. Бағана қойып қоятын ақ қой сұрақ. Өзін таныстырып Тақырып па, бұл суретке түсіріп отқан адам екен деп қайдамыз. Осы кісіге де сұрақтарыңызды қойыңыздар. Осы кісі жаңағы құрылысын жүргізетін мердігерлердің өкілі. Мына құрылыс жүргізіп жатқан мердігердің мекемесінде істейтін Адиопото деген Рестайлда. Осы істеп жүргеніне бір 20 жыл болды құрылыс мекемеде. Өзі 20 жыл болды ашылған фирмасынан. Енді жалпы әр істің пайдасы да бар, зияны да бар. Жалпы түрінде бұлардың мақсаттары менің ойымша табиғаттың несін құсты көбейтіп, Баланс бұзбау. соны ғылыми жұмыстар жүргізіп, соны көбейтудің іс-әрекеті. Жүрді негізі. Жалпы түбі мақсат. Бізге пайдасы ма сонда? Пайда бермеш ме? Жоқ, енді жалпы әлемдегі табиғаттың құстарын көбейтудің ғылымын жүргізуге, жалпы енді оның пайдасын көруге деген мақсатта түрінде. Енді зиян экология деп жатсыздар, ол жаңағы айтқан бойынша плюсы да бар, минусы бар деп жатырмын ғой. Минусы әртүрлі құрылыстар жүргізіп жатқан кезде мусор болады, не болады деген мақсат қой. Сол кейін сіздердің айтып жатқан мәселелеріңіздің бәрін мен специально видеоға түсіріп жатқан себебі мақсатым бастықтарға ауызша жеткізбесем де видеоны көрсетіп, солар естісін деп специально түсіріп жатқан мақсатым. Дұрыс, өте орынды. Әйтпесе мына жазба түрде жеткізіп, бәрі информация көп. Мысалы, қазір айтып жатқандарыңыз көп та, бір жазба қағазбен жеткізе алмайсыздар оны. Түсіргеніңізге қарсы емеспін, дұрыс. Наоборот, түсірдермен өтініш жасаған, түсіретін адам көп болған. Жоқ, маңызды нәрселермен түсіріп жатырмын. Мен аты Мұхан. Мұхан, сендер бастап қойдыңдар ма құрылысты? Бастап жартысы келіп қалды. Енді құрылыс материалдарын қай жолмен әкеліп тасымалдабасыз? Енді жалпы жақын карьер, Түркістанның маңайындағы карьерлар ғой, жақтан тасып жатыр, через Балтакөл. Қойқұдық арқылы. Чимкенттен таситын болса, ол ұзақ. Жоқ, қысқа жол өткенде. Біздің жолмен тасымайтын ма, шәудір арқылайды? Жоқ, именно взлетный полосаға біз бұл жақтан тасып жатқан жоқпыз. Енді басқа светтің нелері бұл жақтан өтеді ғой, қысқа жолмен. Основной сол жақтан өтіп жатыр. Ғана үлкен мост бар. Көрдім мен, бүкіл материал жақтан өтетін болса, қирап қалатын еді. Соған отдельно мост салып, жақтан сол мостпен жүргізді. Ол мостты жауып қойған негізі. Балтакөлдегі ма? Балтакөлдегі. Пантонимен өтіп жатыр ма қазір? Отдельно бұл жақтан мост. Енді Аржан Песаров батанына өтіп жатқан ол енді шырағым мынандай, ол сен Балтакөлмен жүреді дейсің, жаңағы жеңіл нәрселерің, сеткілерің біздің осы жолмен жүреді дейсің. Ол сеткіні алып беретін көлігіңді сенің ауыр техника мысалға. Ал енді Балтакөл айқай болып мен оны жақсы білемін. Өткізбей қойып, одан кейін осымен патырласып тасып біздің жолымызды талқан шығар. Біз кімге айтарын білмей қалдық уже. Тыңламайды, тоқтамайды, кете береді сырға. Ал енді соны жақсылап тұрып түсіндіріп айтасың. Егер де жүрмей ма, жүрмесін тұрам мен. Сол Балтакөл ма, Балтакөлмен жүрсін. Бұяққа қарай келмесін. Енді жалпы былай ғой, анау тастың салмағы өте ауыр. Техникамен жүрген кезде ол асфальт бұзылатын болған екен, отдельно жермен айналып өткен ауылы. Ол жалпы қолымен тасыған кезде мына бетонны жолды да қазір қолаларға рұқсат жоқ негізі. Тек қана КамАЗбен тасып деп қазір қолымен жүрген. Алдында біздің фирма қолаларды алып неған, қазір қоланы бәрі сатып КамАЗбен не отыр. Ол тастарында жеппен жүреді. Бір сұрақ қояйыншы. Анақсыма сіздерге бар. Жалпы қазір аэропорт, бұрын бар аэропортты үлкейтіп жатсыздар,
енді сол жерге бір мезетте жаңа самолеттің тұрақтары салынады. Значит, жерге бір мезетте бірнеше самолет келіп қонайын деп тұр ғой. Келетін кезде сондай есеппен салынады ғой. Bir самолет кеп қонады ма, 100 самолет кеп қонады ма, жүлетіне аласа деген бұл аңғарды айтып отыр. Тоқтап тұрып, анау келесі қонып жаса, бір-ақ самолет келіп қонып, сол қайдан да ұшып кететін положение емес. Анау тоқтап тұратын стоянкілері бар ғой. Значит, көп самолет аэропорт бар тұғын, бір-ақ самолет. көп самолет келейін. Бұл самолет емес, бір ма, екі ма самолет өздерінде. Шейхі бір самолеттен қысқаша айтып жібере салайын. Енді біз жаңағы жиналыс барысында айтып отырмыз ғой, арабтар осындай демеушілік жасамады деп. Енді қай мердігер құрылыс жұмыстарын жүргізсе, басқа больница саласын, жол саласын, әйтеуір сол елді мекеннің әлеуметтік көмегін кішкене қол ұшын береді. Енді бұл кісілер тікелей арабтар болмаса да, осы құрылыс жұмыстарын жүргізіп отыр екен. Бұл кісілерге де ұсыныстарыңызды айтыңыздар. Ауылымызда әлеуметтік жаңағыдай бір нысан болсын. Бірінші өзіміз талап қоюымыз керек қой, сол орындалғаннан кейін барып істеу керек. Бірақ бастап сондай олар ешкім тыңдап тұрған жоқ. Мәселелеріңіз болса айтыңыздар. Біздің енді бұл жаңағы кісіге қатысы жоқ, бірақ құрылыс жұмысын жүргізіп жатқан мердігер компанияға ұсыныс пікірлеріңізді Bir yıl dedim. Сол жөнінде мен айтайын ба енді. Бұлай ғой. Мұнда өзіміздің Қазақстанның азаматы қай аудан, қай облыстан? Шымкентте тұрамын қазір, негізі Сарыағаш Абайдан. Компанияңыз енді арабтар сіздерді қалағасын жаман емес болу керек енді. Ол анау ең мықты компанияны алады ғой. Сол үшін енді сізге көп нәрсе сұрауға болатын компания деп есептеймін. Себебі біздің ауылдан шыққан бір азаматтың өзі қанша материалсі бар, Оразхан деген азамат. Сол сияқты сіздер одан 13 үлкен сияқтысыздар. Байқаттыңыз, көз жанарыңыздар. Сол үшін бізде көп мәселе көп әлі ішінде. Біз мына келдіңіз, көрдіңіз. Свет жоқ, интернет бізде бұрыннан жоқ мысалға. Бізге қажет нәрселер енді бұл енді болашақта сіз осы халық қолдап сол іске асатын болса, бізде мына интернет деген ең мықты деңгейге апаратын мүмкіндіктеріңіз болса, халықтың атынан жалпы халықтың мұңы сөйлесе алмайды да бір жерге бір нәрсені саламаймыз да. Енді көше дегендер босады ғой енді. Көшелеріміздің жартысы әлеппеген, тасып төселмегені бар, асфальт дегенмегені бар. Мендегі негізі осы екі тақырып. Бірақ не де оймай. Енді ана құрылыс. Самолет жөнінде ғой босады енді. Ол енді сіз хабарыңыз ол жағын айтпайды ғой, сізге заказ береді, солай болады. Бірақ енді ол тағы да сол тақырып бізді алаңдататын. Ол көп самолетке арналғаннан кейін оның логистикасы, диспетчерский пункт деген сөз, ол бір-ақ самолет келеді деген емес ол. Себебі былай ұшқаннан қадағалап отыру керек. Саяси тұрғыдан көз жетік адам біледі. Оның бәрі, значит, бір-ақ самолет қиын емес қой. Кетті, қонды. Енді былай болып ұшуыламыз көз. Сол үшін үлкен ауқымды. Біз өзіміз барамай жатқан туризмді көремей жатқан рахат олар көреді. Сол үшін олардан да бізге жәрдем болу керек. Мынау өшірде болып зардап шеккен халыққа мынандай берейік, өсейік десе жақсы ғой. Баяғыдан біз аяғымыздан бар ішіне істемей отырмыз. Былтыр бардық, депутатымыз, әкіміміз, мынау қоршаудың ішіне баршы кіре алмайсыз болса да. 100 метрден тоқтады, тұрдық. Бір орысша білетін біреу шықты, соған сөйлестік. Айту шала-пұла болды деді, одан кейін оның артынан жүгіріп те таба алмады. Олар келмеді, әкім мырзаны бір шақырды, дұрыс па? Онда да жеке өзін қабатында бізді шақырмады. Сөйтіп соған қалды ол. Мынандай да пайдасы тиген жоқ. Сосын біз айтамыз. Осы үлдемен бүлдеге орап, мына жерде жетім жесір бар, тұрмыс төмен бар. Соларға жәрдем беріп жатса, біз қазір басқаша сөйлесер едік. Анаған үйтті, мынаған бүйтті дейміз де түк жоқ. Сосын адамыз түк жоқ адамды ары бері көзімізді шығарып салуға отырған жоқ. Нәрсесін көруіміз керек қой. Мақұл бүлдірмей жатыр екен, мақұл үйтіпті. Сондай жағдайлар жасаса болады ғой. Сіздер арқылы жасасын, өздері шықсын. Біз ешкіммен осы таласайын деп отқан жоқпыз. Бірақ халықты тыңдай білсін, түсіне білсін деп жатырмыз. Осы жерде жағдай бары бар, жоғы бар, көп қой елдің ішінде. Ауылымызды көркейтуіміз келеді мысалға. Жұмыс орнын берсін, басқа етіп келмейді, ауылдан асын, сондай мәселе көп. Бірақ интернет көше менің айтатын екі нем бар. Көшелер қаншалық әкім қолында тұр, қанша көше бар. Бәрін жасап берсеңіздер, тіптен алақайлап қуанар еді.
бірақ интернет, мықты интернет болса деген менің арманым бар. Шыны керек, осы мынау оқушылары бар, үлкені бар, өте қиналуда. Қазір мынау ақшаға байланысты ғой, үлкен не тұрғызып қойып, мықты интернет жасауға болады. Солай ғой. Сол мен басқа ұсыныстарды айтамын. Мен айтайын бір нәрсе. Қайрат сен айтып отқаның бәрі дұрыс, бірақ интернетке бұлардың басы ауырмайды. Ақша ғой, ақша берсе өзі соғатын фирма шығарады. Ақша неменеге береді? Бермейтін болса неменеге керек сұрады ғой. Қандай әкім айтты. Біздің психологиямыз қазірде Ақша берсе мен ақабыз білдіре бер. Бірақ 5-10 теңге берсең болады деген сияқты психология. Қазір соған бізді үйретіп басымызды иdirіп тықты соған. Тындырды бізді сөйтіп. Нерді ұлап жатыр, бізге бірдеңе сап берсе, біз мәз болып, мынау істеп жатыр. Сонда мыналарға да сөйтіп жатырмыз. Келді, не істесең ол істей бер, қона бер, кете бер, бізге бірдеңе төлеп берсең, бізге бірдеңе істеп берсең, болады дегендей психология. Қазір бәріміздің отырған миымызда сондай. Ондай болмау керек. Неге? Баяғыда Құнанбай бабамыз Арабтан барып бір кішкентай ұлтырақтай жер аламаған. Содан кейін құлыққа барып, бір өгіздің терісінде жер бердіп, оны бәріміз білесіздер тарихтан. Сөйтіп соны таспағып тұр, бір тамның орнында жердің ағған кезде, деп ана сөз дегеннен кейін берген екен арабтар. Көрдің ба қандай? Ондай психология жоқ қазір бізде. Елдің егесі жоқ, әлімжан білмейді мысалы, осы ауылдың егесі. Білмейді ғой, айтып атқан жолда. Мына кісілер келді, бәрін бітіріп болғаннан кейін бізге әшейін қол қойдырып заңдастырмақшы. Біз қарсы болғанда, Көксарайдың халқы 5,5 мың қарсы болғанда тұрған ештеңе жоқ. Бәрі салынып біткен, бәрі бітіріп қойды ғой. Біздің қолымызға мәжбүр емес, әшейін бұл саясат. Елге бәшейін өсті деген сияқты. Шын ба, шын емес па? Осындай, оған біз қарсы болайық, қол қоймайық он жерден, бәрі ол біз қойған тәліп. Ол тоқтатардың мүмкіндіктері бар екен, мен сөйлестім. Сол үшін, ол мына Әлімжан сияқты жас жігіттер, мына елдің егесі, қасқайып тұру керек, халықтың артынан ертіп. Мынау дұрыс емес. Бұдан бір қашан басталды сол кезде көкейлер осындай болатын, мынандай болатын, осы қаршығайық деген сияқты әңгіме айту керек. Бәрі біткеннен кейін келіп, бірдеңеміз мүжіп отырмыз. Біз қарсы болайық, қарсы болмайық, ол біткен тіл. Оны әлі де тоқтатуға болатын жол Мен мына бала мына 20 жыл болып деді ғой, арабтың жаңағы стройкасын қозғап жүргеніме. Ал енді біз 120 жылдан бұрын айтылған мәселе бірде-бір орындалмаған екен. Ал енді сен өзің лично қолынан келе ме? Біздің мынау больницамызда туалет жоқ. Ауыр адам барып отырайын десе, соны істеп беріп қолынан келе ме? О, септик аппарат жалдап бер, 5 адамды жіберіп. Сенен өтініш бір жаңа душы ғой істеп. Ең болмаса осы істеу қолынан келе ме? Бағған еттім барып қойдым. Не сор бұнан бастап сен? Бұл бар ма бұнда бар ма? 20 жылдан бері істеп отқан адам. Неменеге отыру керек? Араб несиені істеп береді, араб несиені. Жоқ, араб жоқ. Ол кісі әжіп араб, ол кісі істемей жамайды. Израил деген фирма бар, ол фирма. Айтылған дұрыс. Ең болмаса осы істеп беріп қолынан келе ме? Сен жаңа сарағашсың жігіт. Бітір садақасы болады. Енді ақша алып алсыңдар миллиондар. Жаңа өтінішті істеп беріңіздер. Бұл енді біз айтпағанда бәрі бітіп қойған нәрсе ғой. Бірақ мына елге шамалы болса да көмектерің тиісін етсеңдер миллиондап ақша алсыңдар ғой, ол арзымайтын нәрсе ғой, айтып отырған көкем туалеті. Соған бір бітір садақа есебінде істеп берсеңдер болады ғой, арапсыз-ақ деді Сізде бола ма сізде? Оны біздің Айтамын. әртүрлі ой қолым жүрген кішкентай самолет, нақ дәу самолет қонатын болды мысалы. Әртүрлі жағдай болады, олар Шымкенттен, Түркістаннан дәу самолетпен қонып келіп жүрген бұрын. Қазір енді басына дәу самолет қонатын болғасын, жаңа айтып отқан дұрыс, адам не әкетіп жатқанын білмейміз. Bir нәрсе болса, құмға қарап қашамыз дейміз, құмнан бері қарап бір бәле шығып жатса ертең,
ол военный бірмәле әкеп жатыр ма, оны түсінбейміз ғой. Бір жағдай болса, әртүрлі. Ол кейін ертең ұрпағымыз айтады ғой, солар сабақтанда неғып айтпадыңдар сендер деуі мүмкін. Олардың ана жерде түрме сияқты ол зонасы. Ораға не кетіп баққан ертең дәусам өтпен білмейміз ғой. Олар өздері кеп кететін болса, Түркістаннан, Шымкенттен кеп кетіп жүрді ғой олар мысалы. Барлық жер біз аудан бойынша шулағанда оған шынағандай неміз жоқ, бірақ Қазақстан әр жерде осындай жағдайлар болып жатыр. Ана шуда болып жатыр. Біздің халық момынбыз, былайша айтқанда. Істеп болғаннан кейін дейміз деп отырамыз. Енді қазір нағып жатқан нәрсеге осы елге пайдасы тиетін нәрсе болу керек қой, шамалы болса да. Сонша жерге ақша салып жатыр ғой олар, асфальт салып жатыр, аэропорт салып жатыр. Мысалы 100 миллион берсе де оның дымы кетпейді осы елге. Именно осы біздің Көксарайға беру керек қой, не берсе де. Ол жол жөнекей болса да Bizim korga odanırsanız sosun yel bop şeşil adamız, ne soğamız tuvalet var. Ya, akşam bölü керек қой, осы елге пайдасы тиіп отыр ғой дейміз. Біз шулағанда олар сап қойған, оны ешкім қарсы тұра алмайды. Түптеп сапқа шыққанда оны тоқтата алмаймыз оны. Біткен нәрсе ғой ол. Бірақ осы елге жаңағы мынау жолда алған бауырым мысалы әр нәрсенің бітір садақасы болады ғой. Өзің сол фирманың есебінен жаңа майда жүзден алуға болады сендерге. Сондай өтіш қой енді елдің, ол біз шулағанда Siz өте орынды айттыңыз. Қазіргі уақытта осы бүгінгі тыңдауда әртүрлі мәселелер көтеріліп жатыр. Оның барлығын деп айтпай қойын, но арасында бар экологияға қатысты. Но көп сұрақтар экологияға қатысты емес. Ол жергілікті әкімшілік па, областной әкімшілік па, облыстағы сол арқылы шешілетін. Не болмаса араб елінің өкілдерін осында шақырып, осында шешілетіндей. Сондай жағдай жасау керек қазіргі уақытта. Экология біздің ауыл экология дұрыс. Иә. Экология ондай құрылыстар қазіргідей құрылыстар. Аға жиналысты аяқтайықшы, жалпы дұрыс белгілі. Мен түсіруге қарсымын, түсірмей қойыңыздаршы. Түсірмей қойыңыз бәке. Өшіріп тастаңыз. Заң бойынша өшіруге болмайды. Беспрерывно түсіріледі. Сіздің құқықтарыңыз ол біздің өзің жеке құқығымен түсіруге қарсымын мен мүлдем. Не, жаңа де мынандай ғой, жалпы сіздердікі дұрыс қой, сіздің қолыңызда сараптама бар ма қазір? Жоқ қой, жобасы. Жобамен таныстырып жатсыз ба? Енді сіздің оқыған баяндамаңызда халық біреу түсініп, біреу түсінген жоқ. Лично жаңа оқыған баяндаманда. Жалпы сіздің мақсатыңыз сол жерде экологиялық сараптаманы салып бітем дегенше жобасын баяндап жатсыз ғой, енді қаншалықты зияны келеді, басқасы келеді деген мен түсінгенім бойынша сондай ма? Иә, жалпы сіздің тарапыңыздан бізге келген мақсатыңыз бізден рұқсат алу ма? Менің келген мақсатым осы тыңдауды енді сценарий бойынша сондай шығар енді қазір келіп сценарий бойынша жаңа бізбен түсіндіріп енді бұл жерде қателік жаңағы құрылыстың басталғанына қанша болды мәке? Былтыр басталды, уже 1 жыл асып кеткен. Біз екінші неде ол дұрыс енді ол бәрібір сіз ана жаңа тәтем айтпақшы 100 рет бақ десең де шақ десең де соғылатын нәрсем бар соғылып қойды, бірақ мен айтайын дегенім арабтар дым жоқ емес, арабтар осы жерде 70% ма біздің ауылдың азаматтар әлі істейтін адамдар бар, ол жерде жұмыс істейтін. Соны естен шығармаңыздар, ол жерде біреу бағбан болып істеп жатыр, біреу қарауыл болып істеп жатыр. Иә, біреу охранник болып істеп жатыр. Осы жерінде ұмытып қалмаңыздар, енді ауылдың адамдары істеп жатыр, мен олардың сөзін сөйлеп тұрған жоқпын. Бірақ кеше мысалы, мен кеше ең соңғы осы неде біздің қазір әлеке өзіңде білесің, жастар қазір ер азаматтар әсіресе сандалып далаға кетті, Көкшетау, түрлі Қостанай сөйтіп көбісі дені сау емес, ден жаңағы алды қайтыс болып жатыр мысалы үшін да. Бір ер адам қайтыс болды ма, 1000 ұрпақ жойылды деп есептеу керек. Мен қазір мына жерде жұмыссыздықта жүрген 70-80% әйел азаматтар жүрген. Өйткені ер азаматтарға жұмыс жоқ. Жоқтың қасы. Қайта осындай, ол сен бақ десіңге, шақ десіңге, сізге өтініш айтайын дедім, әке сізге да құрылысқа. Егер сіздер осы құрылысты былтыр бастасаңыздар, бізде де трактор айдайтын адамдар бар, басқа да бар. Сондай сіздер компания өз жеңіп аласыздар ғой. Сол кезде осы Көксарай елді мекенінің азаматтарын тартсаңыздар,
5-10 теңге болса да Қостанай, Көкшетауға барып, ол жақтан өліп келгенше осы жерде жақын жерде өзінің отбасының қасында болса деген мәселе. Мысалы, кеше бір оқушы қайтыс болды. Ол да әшейін осы ауылдың ішінде жүріп, бір жерде мал бағып жатыр, интернет жоқ, басқа жоқ, көлік байланыс болмаған, первый помощь көрсетілмеді. Бәрі ауқат үшін жүр ғой, мысалы үшін бала шағаны асырайын деп. Бір оқушы қайтыс болды, мысалы, әкесіне барып көмектесем деп жүріп жолда. Жаңағы ашқан тамақ жеп қойды. Экспертизаның қорытындысы бойынша, мысалы үшін не деп анықталды жаңағы. Отравление болған өкпесіне, тыныс алу өкпесіне, құсығына қақалды деген. Мен просто осы елдің азаматшасы ретінде, басшы ретінде, оқушылардың қазір жастардың тәрбиесіне, біз үйретіп жатырмыз ғой, жеріңді қорға, еліңді қорға, туған жеріңді қорға деп. Сол қорғайтын азаматтар қазір шырылдап отыр деп есептеймін, қазір бәрін шырылдап отқан сол. Бірақ енді менің түсінігімше сіздердікі, сіз экология бағыты бойынша түсіндіріп жатсыз, сіз тек қана құрылыс бойынша не жүргізіліп жатқанын. Бұл мәселенің бәрі осыдан 1 жыл бұрын қозғалатын мәселе тұғында. Енді біз осы қолда бар кезде бұл кісілер не істей алады, конкретно шешімін айтып, біз ұсыныс бере алсақ бердік, ұсынысымыз жай қалып кетпесін, соны хаттамаға енгіземіз, ары қарай осыны қадағалау ұстайсыз, басқа еш нәрсе істей алмайсыздар. Менің ойым сондай сияқты, түсінген өтше. Сондай ма, Қайрат ағай? Енді жаңа Қайрат ағайдың айтып жатқан, ең болмаса бір нәрсе пайдасын тигізсін де, Заречный ұқсап деп жатыр ғой, мысалы үшін. Енді жылда Заречный көп көмек беріп жатыр. Енді Заречныйды да сіздер өйстіп бір жиын, мен барлық жиналысқа қатысып жүрмін, айқайлап у-шу шығарғансыздар. Заречный әуен ағай әкім кезде де осы жерде талай жиналыс болған Заречный. Заречныйды 100% Көксарайдың азаматтары істейді. Істемей қашып шығып 100 грамммен ұсталғанын өздері кінәлі ол. Мысалы үшін да. Сол жерден бала шағасын асырап, машинасын мініп, бүткіл бәрі. Бізде ол Заречный болмаса, біздің ауыл аштан өлеміз, жоқ қой жұмыс басқа. Ешқандай не жоқ. Менің өтінішім, дәке менің өтінішім дұрыс, сіздің де кінәңіз жоқ, ана ешкім кінәлі емес, бізді ойлап қалмаңыздар бәрі. Бірақ шынымен шынайы өзіміздің еліміз болғаннан кейін, мысалына Заречныйге бара жатқан кезде екі бетте жайылымдық жер жоқ екені ақиқат, мал жаятын жер қалған жоқ. Оларына жаңа арабтардың жерінің өзін. Мен енді бір нәрсе сұрайын деймін, сол өздерінің жаңағы жалға алған жерінен ғана істеліп жатыр ма, жоқ тағы да жер алды ма деп жатыр. Бөлек. Бұл тиісті рұқсаттың ба нәресін деген болу керек. Жоқ, сол территориядан үлкейген ба ол жер? 118 гектар. Қосымша алып отыр ма? Мейлі айтып, бар, не бар, соны бізге көмек берсеңіздерші, басқа әңгіме. Қосымша жерді қосымады. Құрылысқа аудандан ұнатып Былай енді төраға дұрыс қойған жазған жерге қол қойып, бәрі қол қойған болу керек, ол қатысуға қол қойды. Зәде ол кісімен келіспедік, қазір дауысқа салатын шығармыз. Бұл экологиялық тақырыпты. Бірақ мен бұны кешегі бері сөйлесіп дедім ғой, бірақ кісімен. Біздің Отырар ауданының несібесіне бір заңгеріміз қайт депутат болды, ол мен аржақ тарихын білесіздер ғой. Мен сол кісімен жеке сөйлестім. Оның енді жаңа мониторинг дей ма не дейді, анаяғының бәрін жүргізілгенін сұратамыз барлық жерден. Қалай нағып ерте басталды, қалай болды, заңды, заңсыз, қанша қаражат, кіммен арада келісім болды. Мысалға да халықпен жүргізілген жоқ, солай ғой. Тыңдау бірінші рет естіппіз. Соны біз енді заңгеріміз бар. Мысалға да сіздер уайымдамаңыздар, біз дегенменен біз айтамыз ғой, заңын жолын білмегенменен заң білетін осы Отырар ауданының азаматы соны қолға алып бұны зерттейміз керек. Сол үшін әлі ертерек. Мысалға біз қазір мен өзім сізге мақұл демеймін, сіздің экологиялық сараптарыңызды мен өзім қалған халық өзі шешеді. Сол үшін біз әзірге толық келістік деп айтып жатқан жоқпын. Бірақ сол келісілген жағдайда жаңағы керекті интернет деп жатқанын әйтеуір кім біледі, мүмкін бұл кісілер бәрін реттеп халыққа дұрыс шешім ананы анықтап бізге айту керек, неғып жүргенін. Ең басты сұрақ, арақ неге самолетін көбейді жатыр? Неге соншалықты көбейіп кетті? Оны халық түсінген дұрыс, менің ойымша. Бірақ жаңағыны айтып өтейін дегенім, бізді қолдаушылар бар. О, мәслихаттағы депутатқа да шықтым дедім ғой. Бәрі мына тақырыпқа енді бүгіннен бастап, ана зерделеп сараптайтын азаматтар бар. Біз елдің ішіндегі мәселені әркім өзіне лайықты пікірді айтып, соны қолдау керекпіз негізі.
Солай ғой. Біз қатты қарсы емеспіз елдің гүлденуіне. Гүлдендірсін, пожалуйста. Бізді қоса гүлдендірсін. Көксарайды. Ала болсын. Солай ғой. Экологияны бұзбасын, табиғатқа зиян тигізбесін. Сол айтайын дегенім. Онда құрметті бүгінгі қоғамдық тыңдалымға қатысушылар, қорытындыласақ осы қоғамдық тыңдалымда. Енді осы қоғамдық тыңдалымды өткізу қағидаларының 23-ші тармағына сәйкес осы тыңдауларға барлық мүдделі тараптар, әрине сіздердің қатысуларыңызбен тыңдалды деп есептейміз. Енді қорытындыға келетін болсақ, Қазақстан Централ Азия корпорациялық фондының Түркістан облысы Халфан аэродромында ұшақтарды қабылдауға арналған ұшу-қону жолағының құрылысы жұмыс жобасының ықтимал әсер ету туралы есеп жобасын қолдау бойынша дауысқа салсақ. Қалай? Жағын қабылдайтын, қабылдамайтын. Иә, қоршаған ортаға әсер ету жобасы бойынша жаңағы біздің. Әркім өзі біледі ғой. Соған дауыс берулеріңіз сұраймын. Қарсысыздар ма? Қанағаттанған жоқ қой. Солар басшылар келсін жиналысқа. Екінші мәселе ғой. Ол онда осымен онда бүгінгі қоғамдық тыңдалым жабылды. Енді бағанағы айтып жатқан мәселелеріңіз бойынша оған бөлек тыңдалым өткізілу керек та. Ол бұл жерде